Сәлем, балалар, қазақ тілі 2 сынып 17 сабақ тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Мәтінді балалар өздерің оқып аласыңдар. Түсініксіз сөздерді тауып жазасыңдар. Ендеше біз сұрақтарға жауап бер. Мерей теледидардан қандай хабар көрді? Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын көрді. Ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Аю туралы сұрақтың жауабын энциклопедия кітабынан тауып алды деп ойлаймыз. Немесе жануарлар туралы кітаптан да тауып алуға болады. Аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар? Аю сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс, 2 буын бар. Сызбадан хабар жүргізу үшін мен мерей сөйлеу әрекетінің қай түрін қолданғанын тап. Мерей сөйлеу әрекетінің ауызша түрін қолданды. Екінші жаттығу. Төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз. Саян өзі туралы айтты. Ол досының сөзін тыңдады. Ол сөздерді теріп жазды. Саян мәтінді түсініп оқыды. Жазған сөйлемден 4 дыбыс, 3 әріптен тұратын сөз қайсы екен? Ол саян деген сөз екен. Үшінші жаттығу. Ертегіні парталасың бірге бөліп оқы. Яғни диалог түрінде өздерің оқып шықасыңдар. Оқыған диалог екен дәлелде, әңгімелесу қандай ертегі кейіпкерлері қатысты, ертегіге ат қой. Оқығанның диалог екен, бұл мәтін 2 кейіпкердің кезектесіп сөйлесу арқылы құрылған. Сондай-ақ әрбір сөйлемнің алдында диалог сызығы қойылған. Әңгімелесу қатысқан ертегі кейіпкерлері, егер де мәтінге сүйенетін болсақ, әңгімелесіп тұрғандар 2 қоян. Біреуі үлкенірек, екіншісі кішірек. Мәтіннің мазмұнына сәйкес ертегіні арыз қой көжек деп атауға болады. Себебі көжек өзі бірінші тиісіп, кейін арызданып тұр. 4-ші жаттығу. Суреттер қара. Қай суретпен диалог құрастыруға болады? Парталасын бірігіп диалогты жалғастырып көр. Диалогты оң жақтағы суретпен құрастыруға болады. Себебі суретте аю мен тиын жидек теріп отыр. Ал диалогты жидек туралы сөз қалады. Диалогты жалғастыру. Жидегің тәтті ме? Өте дәмді. Жейсің бе? Иә, рахмет, сен қайдан тердің? Орман ішінде. Алан қайдан тердің? Қоян, аю, тиын сөздерін дыбыстық талдау жаса. Қоян деген сөзде 4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын. Аюда 2 әріп, 3 дыбыс, 2 буын. Және тиын деген сөзде 4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын екен. Балалар, бүгін өзіңді тексер тақырыбы бойынша бірнеше тапсырмалар орындадық. Сабақ аяқталды.